Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше дәмді болып шығатын осыны қауыннан варенье жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бізге ең керегі қауын, сосын қант. Енді қауынымызды жуып, тазалап, сосын қауынымызды кесіп, ішіндегі дәнегінен тазалайтын боламыз. Сіздер кез келген қауынның түрін қолдансаңыздар болады. Егер қауындарыңыз пісіп кеткен болса, түптерінде жақсы, онда шекерлеріңіз аз кететін болады. Егер қауындарыңыз дәмсіз болса, қолдана беруге де бола береді. Қауынды қабығынан тазалап аламыз. Қауынды барлығын қабығынан тазалап болған соң майдалатып турап шығамыз. Енді бір ыдысымызға қантымызды саламыз. Мен 400 грамм қант салдым. Үстіне бір пиала суымызды құйып, бірінші сироп дайындап аламыз. Сиропымызды бір 15-20 минут қайнатамыз. Араластырып тұрыңыздар. Осындай қайнап шыққан соң осындай сұйықтығы шығу керек сироптың. Енді осының үстіне қауынымызды салып, жақсылап, кішкене араластырып жіберіп қайнататын боламыз. Мен 30-40 минут қайнаттым. Осымен міндетті түрде астарын араластырып тұрыңыздар. Түсі өзгергенше қайнататын боламыз. Осында золотистый, алтын түстес болғанша жақсылап қайнап болған соң банкамызды стерильдеп, крышкасында стерильдеп қоятын боламыз. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қыста қауынды сағынған кезде осылай вареньесін ашып жесеңіздер болады. Мен каналыма тіркеліп, жанда тұрған қоңырша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видео рецепттерім бірінші болып көресіздер. Видеоның астына поделиться деген батырманы басып, сіңілдеріңізбен, әпкелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.